Саба шарфиңыз хайырлы олсын, декабрьнің 11-і Қарамышхалының 1383 күні студияда Мавиле Мұхтарова çalışам. Бүгін саат 10-да кефенің Ишғалчы махкемесінде Сулейман Кадыровның давасы бақылажа Қырым татар жемат әрбаба Күтлеви хабер васталары ве интернетте Русия топрақ бүтінлігіні бозмақ шағыров япқанында қабатлана. Сулейман Кадыров Қырым татар талеви аненелерінің жанландырылмасының фаал ұғырашқан бұрыдыр. Ишғалден соң Кадыров яшаған ерінде аққорчалай жефалиетінен ұғырашы башлады. Оңа қаршы açылған даваның себебі есе іштемай ағда қалдырған тефсірі олған, о Қырым, Украина олғанына язғаны да. Ишғалчы махкеменің отырышы кефенің греческая 3А адресі бойынша кечірлежектір, ләқайт қалмағанларны Сулейман Кадыровға қол тұтмаға чығыралар. Двух экспертиз, психолога и лингвистической экспертизы, заключение экспертов говорят, что в моих словах нет призывов, а есть только одобрение. Ну, даже не посмотря даже на своих экспертов заключения, оказывается, за одобрение в России тоже можно повлечь уголовное преследование. Тұтылған Серан Салиевның оғлы бабасына ачық мектеп язда боқта Қырым бірдемлігі бірлешмесі Фейсбукта білдіре. Салих Салиев язған мектебінде бабасы не үшін янында дегіл аңламағанына ве бұтын васиетлеріні еріне кетіргеніне яза. Тезден бір-біріне қавышачақларына ишанғанына да білдіре. Ақиқат бір енежек, яманлық жазаланacak. Eminim yakında хоранtamız birleşir. Baba, sen bizim kahraman. Öyle babamdan gururlanam ve Allah'a senin oğlun olganına çok şükürler edeyim. Baba, sana mühim sözlerini aytmak isteyim. Ben seni seveyim, muqayt ol, Allah'a emanet ol. Октябрьнің 11-інде Қырымда оқу қорғаушылар 6 бақшасарайлының евінде тінтуінен келді. Тимур Ибрагимов, Марлен Сулейман Асанов, Мемет Белялов, Сейран Салиев, Сервер Зикиреев, Верны Саметов тұтылған еділер. Оларны Русияде сақланған Хезбут Тахрир тәшкілетінде іштирак етмесінде қабатлайлар. Саяси мобюслерінің имайечілері тақып етілмелері діни себеплерінен бағлы олмасы мүмкін деп білдіре. Русия стилясы işgal etilgen Қырым ve Donbass'ta insanların ayatlарыны bozmağa devam ете. Moskva ne kadar gayret gösterse de işgalcının toprağımızda yapkan cinayetlері Gaaga'da qaydetіле. Bunu Prezident Petro Poroshenko Xalqara İnsan Haqları Күні münasebetinden yapkan müracaatında aytты. 69 yıl evvelsi dekabrның 10-da Birleşken Milletlerдің Baş Asambleyası İnsan Haqları Nizamnamesini tasdiqlаған еді. Болючою є ситуація в окупованому Криму, де в умовах російської окупаційної влади права українських громадян порушуються кожного дня. І ця тенденція тільки посилюється. За них борються не лише в Україні, на їх захист постав увесь світ. Украина Тышышлер Назірлігі де Қырымда инсан ақларының бозылмасыны тоқтатмаға талап етті. Назірлік сөзшісі Марияна Беца Твиттер сәйфесінде işgal altındaki yarım adada репрессияларны тоқтатмаға чағырды. Вимагаємо від Російської Федерації припинити репресії в окупованому Криму, звільнити всіх політв'язнів та незаконно утримуваних осіб. Киевде Қырым саяси мобюслерінің қоранталарына ярдым етмеге тырышачақлар бүгін ақшам Сербест Русия евінде Мустафа фильмі көстерілежек. Билет сатышындан кәр етілген пара Кремль рейнелерінің айлелеріне берілежектір. Мустафа Левхасы Қырым татарларының лидері Мустафа Жемилевнің халқының азатлығы, ақ құқықлары ве ватанға қайтма көрешіні ете. Фильмні Крымсос ве Сербест Русия еві көстережек олалар тедбірде саяси мобюслерге мектуп язма имканы да олачақтар.
Але ми дуже хочемо, щоб це болюче питання також цікавило більше коло людей. Тому 11 грудня о 19 годині ми чекаємо на тебе на благодійному просмотрі фільму «Мустафа», який розповідає про долю найвідомішого радянського дисидента Мустафи Джемілєва. Приходьте, оскільки усі зібрані кошти підуть на підтримку родин політов'язнених, які дуже потребують вашої уваги. Шымдылык бұл соңғы хабарымызdır. Эфирна саба yayını devam ете. Атырылы олыңыз.